Студиямыздың мейманы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек. Министр айтты ғой уақытында, бәрі өзгереді, қатты өзгеріп жатыр. Жатақханадан орын табу мәселесі өткір тұр. 5 жылдың ішінде толық шешіледі деп айтқан едіңіз. Дәл осындай уәде бергенмен Орталық Азиядағы ең қуатты, ең ірі суперкомпьютерлер Қазақстанға әкелінді. бұл өте үлкен жаңалық. Оны көп адамдар әлі түсінген жоқ. Терең меңгеріп алуға. Жыл сайын, Ақерке, жыл сайын. Жоғарғы білімнің сапасы мен еңбек нарығының сұранысының арасы тым алшақтап кетті деп ойламайсыз ба? Ең үлкен мәселе осы қазіргі таңда. Бас тақырып ұлттық арнада. Армысыз құрметті көрермен, ұлттық арнада бас тақырып бағдарламасы. Студиямыздың мейманы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек. Саясат Нұрбекұлы, қош келдіңіз. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Қазақстан 40-тан аса шетелдік жетекші университеттермен серіктестік орнатып, мемлекетте 30-дан аса филиал ашылды сол университеттердің. Әрине, академиялық хаб құруға бетбұрыс жасадық. Елге беделді университеттерді тарту бір бөлік, ал оның сапасы, ондағы білімнің сапасы соған сай ма? Кімдер дәріс береді, қалай қаржыландырылады? Әрқайсысында небәрі 30-40 студент оқып жатқан жоқ па? Біріншіден бұл үлкен тапсырма болған тұғын. 2021 жылы жолдауында президентіміз 25 жылға дейін Қазақстанда 5 мықты жетекші шетелдік университеттердің филиалдары ашылсын деген тапсырма берілді. Біздің министрлік білесіздер 22 жылы құрылды. Бірден осы тапсырманы орындауға біз бет бұрдық. Қазіргі таңда, шүкір, 3,5 жылдың ішінде 40-қа жуық мықты шетелдік филиалдар ашылды. Әрине сын көп. Қазіргі таңда дәл өзіңіз көтерген әңгіме сапа қайда, бұл жай бір түкпірде ашылған бір 2 бөлме 30 шақты студент емес пе дегендей. Біріншіден, біздің мақсатымыз ең мықты университеттерді әкелу болды. Сондықтан кемінде топ 200, топ 300 әлемдік рейтингтерге кірген шетелдік университеттерді әкелдік біз. Ол бірден сапаның кепілі, неге десеңіз, сол деңгейде жұмыс істеу үшін бұл шетелдік университеттер өте қатаң стандарттарға сәйкес жұмыс істейді. Бір ғана мысал, Кардиф университеті. Бұл топ 200-ке кірген Британияның ең мықты зерттеуші университеттердің бірі. Мысалы, биомедицина, медицина, биотехнологиялар саласында топ 5-ке кіреді әлемде, тек қана Британияда емес. Нобель сыйлығының лауреаттары бар, иегерлері бар шыққан сол университеттен. Соның үлкен филиалы ашылды. Биыл Астанамызда бір үлкен ғимараттың ішінде 316 баланы қабылдадық біз бірінші жыл. 11 шетелден сол Кардиф университетінен келген оқытушылар қазір сабақ беріп жүр. Мысалы, жасанды интеллект бағыты бойынша бағдарламаны пысықтаған, жасақтаған Кардиф университетінің проректоры. Біздің енді вайс провост дейді, енді біздің проректоры. Гейвен Шадик деген кісі, бұл Британияның ең мықты жасанды интеллект саласындағы сарапшылардың біреуі. Тек қана бағдарламаны пысықтамай, өзі келіп, сабақ беріп кетті. Сондықтан бір жағынан сапа қамтамасыз етіледі. Не арқылы? Сол мықты стандарттар арқылы, білімнің сапасын қамтамасыз ету арқылы, және ең мықты оқытушыларды әкелу арқылы. Тағы да бір соңғы мысал, осы білім сапасы біз үшін өте маңызды мәселе. Неге десеңіз, бұл хаб, бұл білім жүйесі сапа болмаған жағдайда ешкім келмейді. Ал QAA, Британияның ең мықты аккредитациялық агенттігі былтыр Қазақстанға келіп, біздің шақыруымызбен Қазақстанда тіркеліп, қазір 3-4 университетімізді ең мықты стандарттарға сай аккредитациядан өткізді. Сондықтан білім сапасы біз үшін шайқалмас басымдылық бағыт деп айтуға болады. Студенттер үшін университетке оқуға түсуден бұрын елімізде жатақханадан орын табу мәселесі өткір тұр. Мәселе жыл сайын көтеріледі. Әсіресе оқу жылы жақындағанда ең ірі мегаполис Алматыда студенттер қайда барарын білмей дал болады. Сіз бірнеше жыл бұрын бұл мәселе 5 жылдың ішінде толық шешіледі деп айтқан едіңіз. Қаншалықты деңгейде шешілді? Қанша жаңа жатақхана салып үлгердіңіздер? Және қазіргі уақытта неше студентке орын жетіспейді? Бұл да президенттің жолдауларында бірнеше мәрте айтылып кетті. 22 жылдары дәл осындай уәде бергенмен, дұрыс айтасыз, 5 жылдың ішінде түбегейлі шешуге тырысамыз деп. Мінекейіңіз, 2020 жылдан бастап 22 жылы министрлік құрылғанда 80
2000-нан астам тапшылықпен біз қабылдадық осы мәселені. Яғни жалпы Қазақстан бойынша 82 000 төсек орын салыну керек еді. Осы 3,5 жылдың 4 жылдың ішінде біз мына тапшылықты 10 000-ға дейін жойдық. Яғни 68-70 000-ға жуық төсек орындар тапсырылды. Бұл ненің арқасында, әрине үкіметтің үлкен қолдаудың арқасында нормативтік субсидияларды біз түбегейлі өзгерттік. Жекеменшік компаниялар, мердігерлер осы жатақхана салуға кірісті бірден. Және де жаңадан, мысалы бұрыннан қалып қалған қонақ үйлер, бизнес орталықтар, бірақ бизнес құндылығын жоғалтып алған, оларды тез арада бір 6-8 айдың ішінде жатақханаға айналдыру үшін де бір субсидия механизм қостық біз. Осы екі әрекет бізге және жобалық офистер ашып қойдық. Бір айдың ішінде бүкіл құжаттама, бүкіл рәсімдеу бір айдың ішінде қамтамасыз етеміз. Мінекейіңіз, бүкіл өңірлерде жойылды деп оны толыққанды ауыз толтырып айта аламын. Астана қаласы бойынша осы жылдың соңына дейін толық жойылады тапшылық. Бұл жерде Астана қаласының әкімі өте қатты көмектесті бізге, жер беріп, жер бөліп. Мысалы, ең ірі жатақхана қазір Астана қаламызда Евразия ұлттық университетіне 2665 төсек орынды жатақхана керемет үлкен бір кешен ретінде соғылды. Осы жылдың басында тапсырдық. Петропавлда бұрын болмаған Аризона университетіне біз 1200 төсек орынды жатақхананы тапсырдық. Ең үлкені келесі жылы Алматы қаласында тапсырылады. 4280 төсек орынды бұрын болмаған сондай көлемді үлкен жатақхана. Сондықтан бізде тек қана қазір Астана мен Алматы қаласындағы тапшылық. Ең үлкен тапшылық әрине Алматы қаласында. Осы соңғы статистика бір 10 000-ға жуық төсек орнымыз тапшылығымыз бар. Келесі жылы біз тағы да 10 000 сол төсек орынды көздеп отырмыз. Сондықтан 1-2 жылдың ішінде біз сөзімізді тұрамыз. Астана, Алматы қаласында да жабылады тапшылық. Басқа өңірлерде қазір тапшылық жоқ, керісінше кейбір өңірлерде де профицит қазіргі таңда. Түсінікті. Қазақстанда қазір, қателеспесем, 122 жоғарғы оқу орны жұмыс істеп тұр. Онда жыл сайын 200 000-дай адам оқып шығады. Көбі мамандығы бойынша жұмыс істемейтіні бәрімізге белгілі. Не тез табыс әкелетін, дәл сол оқыған саласы емес, басқа бір бағытта бет бұрып жатады. Бұл мемлекетке де дәл сол мамандықты игеріп алған маманға да еш пайда әкелмейтінін президент биыл жолдауда айтып сынға алғанын жақсы білесіз. Саясат Нұрбекұлы, бізде жоғарғы білімнің сапасы мен еңбек нарығының сұранысының арасы тым алшақтап кетті деп ойламайсыз ба? Биылғы жолдауда осы мәселені көтерді президентіміз. 3 үлкен жобаны біз бастап кеттік бірден осы мәселені. Түбегейлі қиын бұны жою. Әлемдегі ең үлкен мәселе осы қазіргі таңда. Білім беру жүйесі мен еңбек нарығының ұштастырылуы, үйлесуі. Неге десеңіз, қазір еңбек нарығы қатты өзгереді, біріншіден және тез өзгеріп отырады. Біздің білім жүйеміз өкінішке орай өте баяу осы өзгерістерге бейімделеді. 3 үлкен жобаны қазір осы 1-2 жылдың ішінде біз енгіземіз. Біріншісі, мына өздеріңіз естігенсіз, осыдан бір 6-7 жыл бұрын мен өзім бастаған бұл жобаны жаңа мамандықтар атласы. Ол атластарды біз пысықтадық, солардың негізінде бірқатар жақсы оқу бағдарламалар пысықталды. Бірақ бұл өңірлік емес, салалық атластар болғандықтан. Енді біз әр өңірде атластар жасап жатырмыз. Неге десеңіз, өңірлік экономиканың өзінің ерекшеліктері бар. 14 атластар жасалып шықты. Енді жылдың соңына дейін осы қалған бір айдың ішінде қалған 6 атласты тәмамдаймыз. Әр өңірде өзінің атластары болады. Нақты қай мамандықтарға тапшылық бар, қандай жаңа мамандықтар шығып жатыр. Осы атластарды біз қазір екінші үлкен құрал QS деген әлемдік рейтинг бар. Нунци Кваккарелли біздің жақсы досымыз жақында келіп президенттің алдында сөз сөйледі. Сонымен үлкен жобаны біз бастап кеттік. Енді жасанды интеллект алгоритмдерді қолданып, еңбек нарығының егжей-тегжейлі зерттейміз, талдаймыз. Міне қазір 10 000-ға жуық, 10 миллионға жуық, кешірім сұраймын, еңбек нарығында біздің жұмыс күшіміз бар. Соның әрқайсысын талдаймыз. Міне бұл кісілер қайда жұмыс істеп жатыр? Зейнетке қашан шығады? Қазіргі таңда квалификациясы, білімнің деңгейі жеткілікті ме жасап жатқан жұмысына? Қазіргі таңда бір жақсы жаңалық, жасанды интеллект
бұрын бірнеше жыл жасайтын сараптаманы бір айдың ішінде жасап тастайды. Толық осы ақпараттарды, еңбек нарығының ақпараттары қазір алгоритмдермен жұмыс істеп жатырмыз. Бұл біріккен үлкен жоба, келесі жылдың басында оны жариялаймыз, және еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігімен бірге жасаған жобамыз. Оларда ақпарат бар, бізде осы жаңадан жасалған алгоритмдеріміз бар. Және соңғы нәрсе, енді біз мына ай сана деген үлкен бағдарламаны бастап кеттік. Осы биыл 500 мыңнан аса бала бүкіл студенттерімізді, бұл өте үлкен негізі жаңалық. Дүние жүзінде көбі мемлекеттерде ондай жоқ. Біз яғни бір 10 шақты мемлекет қана бар, міндетті түрде жасанды интеллектіні оқытқан. Біз ұлттық curriculumды өзгертіп жібердік, мемлекеттік стандартты өзгертіп жібердік. Осы жылдың басынан бастап әр жоғары оқу орнының студенті міндетті түрде жасанды интеллект курстардан оқу керек. 650 мың бакалаврымыз бар қазіргі таңда Қазақстанда. Соның кемінде бір 600 мыңын оқып тастадық осы 8 айдың ішінде. Жылдың соңында 1-2 айдың ішінде толыққанды оқытамыз. Бұл жай оқыту емес. Бұл өте қолданбалы форматта сертификаттарға негізделген арнайы курстар. Сосын жылдың басынан, келесі жылдың басынан 100 мың баланы таңдап, оларды кәсіпкерлікке оқытамыз. Яғни әр студентіміз, әр оқытушымыз өзінің стартап жасауға мүмкіндігі болады. Бұл жерде мына біздің әлем клауд әкелген суперкомпьютеріміз ұлттық бізге қатты көмектеседі. Кішігірім қазір венчурлық үлкен қорлар да тартылуға бастады. Яғни жаппай жасанды интеллектіне оқыту, жаппай сіздің жасаған жұмысыңызда өзіңіздің де журналист, тілмәш ретінде, бұқаралық ақпарат құралының қызметкері ретінде жасанды интеллект қатты көмектесе алады. Мәтіндерді дайындауға, жаңа бір сараптама шығаруға, сондықтан біз жаппай оқытып отырмыз. Жұмыстан анағұрлым жеңілдетеді дейсіз. Дәл солай. Тағы да бір аргумент шығуы мүмкін, жарайды. Жасанды интеллект қазір көп жұмыс орындарын жойып тастайды, адамдар тағы да жұмыссыз қалады. Жоқ, біз бүкіл студенттерімізді, яғни білім жүйесіне кім кірді, шыққанда жасанды интеллектіні теориялық тұрғыдан емес, қолмен жасап, сол алгоритмдарды өзінің негізгі жұмысында қолдануға үйретіп жатырмыз. Өте қолданбалы форматта. Біздің ойымыз, біздің үмітіміз, сол президенттің үлкен қазір тапсырмасы бар. 3 жылдың ішінде Қазақстан толыққанды цифрлық форматқа көшу керек. Білім жүйесінен бастап жатырмыз. Осы үлкен тапсырмасының ішінде біздің роліміз өте маңызды, білім саласының. Біз жаппай балаларымызды үйретуіміз керек. Мына жаңа жасанды интеллект дәуірінде олар сол құралдарды, сол жаңа тенденцияларды түсіну керек, бірақ түсінгеннен гөрі қолдана білу керек. 500 миллионнан аса адамды жасанды интеллект дағдыларына өзіңіз айтқандай терең меңгеріп алуына. Жыл сайын, Ақерке, жыл сайын, яғни кім кірді? Міне қазір келесі жылы бізге бірінші курсқа келеді, студенттер бірден осы бағдарлама жыл сайын бұл тоқтамайтын үлкен бір жүйе болады. Алайда олардан қандай нәтиже күтеміз нақты? Нақты қандай нәтиже күтеміз? Бірінші нәтиже, 3 үлкен мақсатымыз бар. Бірінші мақсат, қазіргі таңда үлкен тапшылық бар. Жасанды интеллектіні түсінетін адамға. Сұмдық үлкен тапшылық бар. Ал бізде жаппай жасанды интеллектіні түсінетін, қолданатын адамдар шығады. Яғни жұмыспен қамтамасыз ету басқа бір үлкен мүмкіндік болады. Екіншісі стартап жасау. Қазір қарасаңыздар бәрі өзгереді. Біздің мына дәстүрлі қосымшаларымыз WhatsApp тәрізді, оның бәрі кетеді де жаңа жасанды интеллектке негізделген қосымшалар шығады, жаңа цифрлық платформалар шығады. Соларды жазатын көптеген мыңдаған адамдар керек болады. Бізде ақырындап біздің студенттеріміз соған үйретіп жатырмыз. Қазірдің өзінде. Қазір мен айтқан сөздерім, мен сізге айтайын. Біздің көрермендеріміз түсінбей де қалады. Ой, мынау не министр, не айтып кетті, қандай бір қиял, арман, түсініксіз жағдай. Бірақ 1-2 жылдың ішінде сенесіз маған, көресіздер, еске сақтаған адам, министр айтты ғой уақытында, бәрі өзгереді, қатты өзгеріп жатыр қазір. 216 агенттер жасап шықты біздің студенттеріміз. Қазір 300-400-ге жоқ және агенттер тағы да жасап жатыр. Жасанды интеллект енді бүкіл салаларға кіретін болады. Ауыл шаруашылық саласында бүкіл салаларға. Сондықтан біз жаппай оқытып жатырмыз. Тарихшылар да оқып жатыр, журналистер де оқып жатыр, математиктер де оқып жатыр, физиктер де оқып жатыр, бәрі оқып жатыр. Инженерлер ғана бүкіл әлеуметтік
мамандықтардың бәрін оқытып жатырмыз. Дәл осы салада отандық кадр даярлау түптеп келгенде ұлттық қауіпсіздік мәселесіне. Дәл солай. Неге десеңіз, жасанды интеллектімен түсінетін және оның қауіп қатерлерін де түсінетін. Мына өзіміз көріп жатырмыз, қазір цифрлық киберқауіпсіздік деген ұғым шығып жатыр, цифрлық гигиена деген сұрақтар шығып жатыр. Ал мына әлеуметтік желілер дәуірінен енді ақырындап біз жасанды интеллект дәуіріне көшіп жатырмыз. Орталық Азиядағы ең қуатты, ең ірі суперкомпьютерлер Қазақстанға әкелінді. Енді мұны жасанды интеллектінің көмегімен білім және ғылым саласында қалай кәдеге жаратуды көздеп отырсыздар? Бұл өте үлкен жетістік. Ол да президенттің тікелей үлкен сондай қолдауымен, тапсырмасымен жүзеге асырылды. 2 суперкомпьютеріміз келді. Әлем Cloud, 2 экзофлопс, оны барып тексеріңіздер, өте қуатты. Қазір енді біздің өңірімізде ең қуатты компьютер, және Қазақ Телеком ұлттық компаниямыздың Аль-Фарабиум деген 2-ші суперкомпьютер. Олардың былай 4 экзофлопсқа жуық есептілік қуаттылығы бар. Бұл қазір өңірімізде ең қуатты, дүние жүзінде топ 100-дік ең қуатты индекс шығады жыл сайын. Ең қуатты суперкомпьютерлер. Әлем Cloud 86-шы орында, және мына Қазақ Телеком Аль-Фарабиум 103-ші орында. Олардың қосылған қуаттылығын алсаңыздар, біз топ 50-ге кірдік дүние жүзінде. Бұл өте үлкен жетістік. Енді осы қуаттылықпен біз не істейміз? Ең тиімді жолы қалай қолдану? Сондықтан қазір үлкен рахмет үкіметтің қолдауына, біздің университеттерімізге, жоғары оқу орындарымызға және ғылыми зерттеу институттарымызға қазір арнайы квота бөлінді. Ғылыми жобалар, күрделі есептеу, мысалы үлкен жоба бар, оның ішінде көп математикалық есеп бар. Айталық метеорологиялық, немесе мына мұнай құбырларында мұнайдың өлшемін, геофизикалық бүкіл ақпараттарды қорыту үшін бұрын жылдар, айлар. Гидробаланс деген ұғым бар. Біздің жағрафия су ресурстар институты мысалы бір жыл есептейді, қанша су бар Қазақстанда, қанша кубометр, қанша ол қайдан келеді, қалай өтеді, қай жерлерден. Соны есептеудің өзі өте, ал қазір суперкомпьютердің қуаттылығымен оны тез есептеуге болады. Экономикалық, метеорологиялық, климаттық өзгеру, өндірістік ақпараттар, мұнай, су, басқа да табиғи ресурстардың көлемін, өзгеруін, тиімділігін есептейтін қуаттылық пайда болды. Сондықтан бұл өте үлкен жаңалық. Оны көп адамдар әлі түсінген жоқ. Бірақ мемлекеттік органдар түсінетін ғылыми қауымдастық қазір қатты қуанып жатыр. Енді бізде калькулятор емес, үлкен сұмдық есептеу деген сондай бір күш пайда болды. Өте маңызды күрделі жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Сондықтан біз қазірден бастап ғылыми зерттеу институттарға және ғылыми гранттарға тапсыратын ұжымдарға тыйым салып жатырмыз. Енді сырттан барып тапсырыс бермеңіздер. Сыртқа барып үлкен суперкомпьютерлік өзімізде тұр. Енді өзімізде тұр, тек қана осыған бүкіл күшімізді бағыттаңыздар деп. Ғылымның дамуы кез келген мемлекетте қаржыға келіп тірелетін айтпаса да түсінікті жағдай. Биыл жолдауда мемлекет басшысы инновациялық саясатты өзіңіз басқарып отырған министрліктің құзырына беру туралы тапсырма берген, жақсы білесіз. Ғылымды қаржыландыру қазір қандай деңгейде? Ғылым сол президенттің қолдауымен бір 3,5 есеге көтеріп алдық біз қаржыландыруда, бірақ сонда да жеткіліксіз негізінде. Дүние жүзінде осындай бір стандарт бар. Ғылымды бір қалпына сақтап тұрғыңыз келсе, онда жалпы ішкі өнімнің кемінде 1% ғылымға бөліну керек, ал дамытқыңыз келсе, ол 1%-дан асып қою керек. Біз әлі 1%-ға жеткен жоқпыз, өкінішке орай. Біз мына 0,24-25%-ға шығарып алдық осы президенттің қолдауымен. Бірақ әлі өкінішке орай мемлекеттің толық бюджеттің шамасы келмей тұр. Сондықтан мына бюджеттік кодекске, салық кодекске өте маңызды өзгерістер енгізілді. Осы 2 жыл солармен пысықтап жүріп, келесі жылдың 1 қаңтарынан олар күшке кіреді. Ол жерде мысалы салымдық шегірімдер деген ұғым бар. Бұл шегірім мысалы бір компания, жекеменшік, біздің бір ғылыми зерттеу институтымызбен немесе университетпен бірігіп инновацияға, ғылыми ізденістерге ақша салған жағдайда оларға үлкен салықтық жеңілдіктер берілетін болады. 150%, 300%-ға дейін. Бұл өте үлкен жаңалық. Сондықтан тағы да үлкен бір құрал, оны да 1-2 жылдың ішінде пысықтадық. Эндамут қорлар туралы заң шықты. Бұл жерде депутаттарға үлкен алғысымызды білдіреміз, олар қолдап осы заңды биыл қабылдадық. Бұл эндамут қорлар енді әр жоғары оқу орнының жанында, ғылыми зерттеу, білім ұйымның жанында арнайы қорларды, эндамут деген қорларды жасауға болады. Оған да бір жақсы жеңілдіктер көзделген. Егер де жекеменшік компаниялар, тұлғалар, мен
жоғары оқу орынға көмектескім келеді, зерттеулерге бір зертхана жасақтауға көмектескім келеді деп бір ақша қаржылай көмекті берген жағдайда сол қорда сол ақша жиналады. Мына келесі қаңтарды күтіп отырмыз, үмітіміз өте жоғары. Жеке меншік секторды тартуымыз керек. Инновацияға басқа амал жоқ. Неге десеңіз, мысалы ең дамыған елдерде оңтүстік Кореяда 80% дейін жеке меншік компаниялар, дәу, Samsung, Hyundai, Kia инновациялар мен ғылыми ізденістермен солар айналысады. Сондықтан бізде жүйелі осындай тетіктер арқылы жеке меншік компанияларды шақырамыз. Келіңіздер, ғылыммен айналысыңыздар, инновацияға ақша салыңыздар, үкімет сізге көмектеседі. Жақсы. Саясат Нұрбекұлы, студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, ғылым саласындағы жаңалықтар, білім саласында халықты алаңдатқан сұрақтарға ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекпен бас тақырып бағдарламасында талқыға салдық. Ұлттық арна қосулы болсын. Амандықта жүздескенше.